Достар, бүгін түріктердің ең танымал тәттісі пахлава, яғни баклава деп жатады. Баклаваның пісіру рецептісімен бөлісетін боламын. Ең біріншіден бізге қамырын дайындап алу керек болады. Қамырын дайындау үшін бізге 1 стакан жылы сүт керек болады. Және де жарты стакан сұйық май, 1 жұмыртқа, және де 1 жұмыртқаның қасына тағы да 2 жұмыртқа керек болады, бірақ ол 2 жұмыртқаның ағын бөлек ыдысқа бөліп аласыздар да тек жұмыртқаның сарысын ғана салатын боламыз. Шым-шым тұз және де алма уксусынан 1 ас қасық алма уксусын қосатын боласыздар. Барлық сұйықтықты жақсылап араластырып болғаннан кейін 3,5 стакан ұн керек болады. Ұнды да кішкене қоса отырып қамырыңызды илеп аласыздар. Қамыр иленіп болғаннан кейін 6 бөлікке бөліп, 1 ыдысқа салып, бетін салафанмен жауып, 1 сағаттай қойып қоямыз. Оған дейін сиропын дайындайық. Сироп дайындау үшін бізге 3 стакан су керек, 3 стакан қант керек болады. Және де менде лимон қышқылынан жарты ас қасық қана лимон қышқылын қостым. Лимон шырынын 1,5 ас қасық қоссаңыз болады. Дәл осындай отта 25 минут қайнау керек болады сиропыңыз. Сироп қайнағанша қамырды жая берсек болады. Қамырды өте жұқа қылып жаясыздар, барынша жұқа қылып жаясыздар. Жайып болғаннан кейін енді бізге осы қамырды асықпай бірінші жасаған кезде сіздерде осылай жиналмауы мүмкін, бірақ уже екінші, үшіншісінде оңай жиналатын болады. Ең бастысы, қыздар, жинаған кезде бұл қамырды бір-біріне жіңішке кішкентай қылып гармошка қылып жинау керек боласыздар. Егер де қатты үлкендеу қылып жинап тастайтын болсаңыздар, пахлава сүйкімсіз болып қалады. Сондықтан да өте майда жіңішке гармошкаларға жинап аласыздар қамырды. Енді начинкасына 400 грамм греческий орех керек, және де қалған жаңағы 2 жұмыртқаның ағын қосып, барлығын жақсылап араластырасыздар да ортасына салмасын жаңағы орехты қоясыздар. Бұны да өздеріңіздің қалауыңызша қоссаңыздар болады, көбірек немесе аз деген сияқты міндетті емес, өздеріңіздің қалауыңызша салмасын қойып, бірақ міндетті түрде бұрыш-бұрышының барлығын осы видеодағыдай қылып, міне 2 қамырды жауып шығасыздар беттерін. Қамырын жауып болғаннан кейін пышақтың көмегімен орехтерді ұстау арқылы кесіп шығасыздар. Енді қамырды түю керек. 2 шетінен ашылып қалмайтындай қылып, қатты қыссаңыздар болғаны. Қатты қысасыздар да қамырдың келесі жаңағы тақтайға қарап тұрған бетін оң қаратып аласыздар да сол оң жағын қойып қоясыздар. Листті майламай, пергамент бумагасын төсемей ақ қойсаңыздар болады, бірақ тамда келесі қамырды жайғаныңызша қамырдың бетін, дайындап болған қамырлардың бетіне целлофан төсеп қою керексіз. Жауып қою керексіз. Мінекей қыздар, қайтадан видеода көрсетіп жатырмын. Асықпай екінші қамырды жұқалап жайып алып, сіздерге асықпай көрсетіп отырмын. Гармошка қылып жинап алдым, орехымды қойдым, және де қамырды толықтай орехтің бетін жауып, кесіп, қамырды кесіп қойдым. Енді түйіп, келесі бетін арт қаратып, оң қаратып, пахлавамды дайындап жатырмын. Жасалуы өте оңай. Видеода сіздерге көп нәрсе айтылып атқан сияқты болғанымен де өте оңай болады. Енді осы пахлавалар түйіп болғаннан кейін бізге май дайындау керек. 150 грамм сұйық май, топленое масло, сұйық майды мен алдым, және де 150 грамм растительное маслоны алып, ерігенше газға қойып, бетіне жағып шықтым пахлаваның. Енді 180 градуста әркімнің пеші әрғалай, сондықтан да піскенше қарап тұрасыздар. Мен минутын айтпай қояйын, себебі кейбір кісілерде күйіп кетуі мүмкін, өздеріңіз қарап отырасыздар. Қамыр піскенше ғана пісіріп аласыздар. Пістау дегеннен кейін жаңағы сиропыңызды ыстықтай құясыздар. Сиропты құйғаннан кейін міндетті түрде 1 түнге салқын жерде тұру керек. Ертесіне мінекей дайын болды. Пахлавамыз өте дәмді болған, прям тәтті
лезетті пахлава болып шықты. Сочный, ортасындағы орехтің дәмі барлығы маған өте қатты ұнады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Каналға да жазылуды ұмытпаңыздар.